Полиция ведомствосында спортшы, сақшылар мен ұландар марапатталды. Шараға ішкі істер министрі Ержан Саденов пен туризм және спорт министрі Ермек Маржықпаев қатысты. Өздеріңізге мәлім, 23 маусымда біздің Қазақстан полициясы күні осы мерекенің қарсаңында дүниежүзі әлемде осы жалпы өзіміздің Қазақстанда әртүрлі сайыстарда жеңістерді атап өткіміз келеді. Біздің Динамо бірлестігін білесіздер, біздің жалпы Қазақстанның ұлттық құрамасында 80% осы Динамо бірлестігінің өкілдері болып келеді. Құрметті жиналған қауым, сіздерді Қазақстан полиция күнімен құттықтаймын. Еліміздің өркендеуіне, халқымыздың игілігі жолына қаржылы еңбек етулеріңіздер. Баршаңызға амандық, зор денсаулық, сарқылмас күш-қуат деймін. Еліңіз бүтін аспаныңыз ашық, заманыңыз бейбіт болсын. Жиынға қатысушылар спортшылардың алдағы Париж Олимпиадасына дайындығын да пысықтады. Оларға сәттілік пен жеңіс тұғырынан көрінуді тіледі. Мерекеге орай спорт саңлақтары қос ведомствоның бұйрығымен марапатталды. Министр мырза, полковник марапаттауға келділер. Қазақстан Республикасы қызметі. Сонымен қатар жиында ақмолалық марқұм полицей Мадияр Қожановтың отбасына демеушілердің атынан автокөлік, министрлік атынан сыйлықтар табысталды. Бүгінгі іс-шара жақсы, керемет деңгейде өтті. Рахмет ішкі істер министрлігіне. Біздің әрқашан өздеріңіздің қамқорлықтарынан тастамайды. 9 жыл өтсе де біз әрқашан қолдау көреміз. Қамқорлықтары өте біз үшін, балалар үшін маңызды. Сол қамқорлықтарын көріп жатырмыз. Рахмет айтам, үлкен алғыс айтам. Еңбектеріне табыс тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін. Халқымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Әрқашанда көк байрағымыз аспанда желбірей берсін. Осындай сыйлықтарына рахмет айтам, үлкен отбасының атынан, өзімнің атынан алғысым шексіз.